Мәртөкте жол жөндеу жұмыстары қарқынды. Көлік жолдарының көшін түзеп, жаяу адам үшін жолақ салынып жатыр. Аудан орталығындағы көшелерден 90%-дан астамына жарықшам орнатылған. Енді жергілікті билік көктем келсе, көптің мезін шығаратын қар суынан тез арылатын су ағарлар мен арықтар салуға көбірек көңіл бөліп отыр. Жұмыс жүріп жатқан учаскелердің бірі мәртөктіктер көп жүретін Нұрпейіс Байғанин атындағы көше. Мұнда дүкен, дәмхана, дәріхана мен банк және сауда үйлері орналасқан. Яғни көліктің де адамның да қозғалысы көп көше. Сондықтан бұл аумаққа жаяу жүргіншілер үшін жол салу маңызды дейді ауыл әкімі. Халықтың өте көп жиналатын жер. Сол себепті біздер қазіргі таңда сауда дүкендерінің алдарының барлығына халыққа жағдай жасау мақсатында ең бірінші кезекте жаяу жүргіншілер жолдарын тротуарлар салып жатырмыз. Одан кейін әрбір дүкеннің алдына парковка, машинаға тұрақ қоятын арнайы орындар, сонымен қатар суағарлар. Өйткені бізде жаңбырдың кезінде көктем уақытта ең негізгі мәселелеріміздің бірі сол. Суағарлар қазір жүріп жатыр. Бұйырса осы алдағы айда аяқтаймыз деген жоспарлап отырмыз. Мұндай жұмыстар Есет Көкілі көшесінде де жүргізілді. Әкімдік арық мәселесіне биыл ерекше мән беріп отыр. Бұл бағыт бойынша жұмыс биыл Тоқтар Әубәкіров көшесінен бастау алған. Әубәкіров көшесінде біздер нөсерлі кәріз жүйелері дейді ғой. Сол құрылысты биылғы жылы бастадық. Ол переходящий объекті бізде. Биылғы жылы енді көреміз, қалай бізге пайдасын тигізеді. Егер жақсы бір көмектесіп жатса, онда әрмен қарай келесі жылға да Байтұрсын көшесі, Азметлі көшелерін әрмен қарай істейтін боламыз. Жұмыс лоток қойылып болды. Бізде енді турбопровод полифильтрацияға линия тартып жатырық. КНС-ке өзіңіз көріп тұрғандай жақтан линия тартып жатырмыз. Бұйырса осы бір 10 күннің арасында тапсырамыз деген үміттеміз енді. Тек турбайпай несеу и траншей қазып солар қалды, сол жұмыстар. Бір жұмыс 80% орындалды уже. Биыл аудандық бюджеттен қаржы 5 көшенің жөндеу үшін бөлінген. Қазір Молдабай мен Азметел көшелерінде жұмыс 50%-ға орындалған. Қалған үшеуіне асфальт төсеуге енді кіріспек. Райгүл Шбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.